Сәлеметсіздер ма? Бүгін мен сіздерге тауығын қышқылды тәтті соуста пісіріп көрсетемін. Менімен бірге аяғына шейін болыңыздар. Бұл тағамды пісіру үшін бізге тауықтың еті мен төс етін алдым. Өлшеген жоқпын. Қанша екен? Міне турап алдым. Енді ыдысымызға салып, жаңағы кішкене көп емес, кішкене ғана менің етім, тауықтың еті аз, сондықтан мен кішкене ғана тұз салдым. Енді кішкене ғана соя соус. Енді бұл тамаққа крахмал керек болады. Крахмал кукурузный жүгері крахмалы, жүгеріден жасалған крахмал. Көзден жаңағы соусты араластырып жіберемін тауықтың етін. Енді міне кішкене крахмалын салам. Крахмал кішкене көбірек керек болады. Асханаларыңызда крахмал жүгерінің, картошканың крахмал тұрғаны жөн алып қойғандардың. Себебі тәтті тоқаш пісіргенде де керек болады, дәмді тағам пісіргенде де крахмал керек болады. Мен жетеді, кішкене құрғақ болдым, мен жеке-жеке бөлініп тұр. Енді қазір бұны майға қорамын. Одан бұрын айта кетейін, чеснок керек, имбир, және жаңағы жартылай ашты полугорки дейді переціміз, шпинат салып жатады, менде шпинат жоқ, лук-порей турап жатады, ол менде жоқ, барын турадым, имбир, чеснок, жаңағы полугорки перец дейді. Сол, және соевый соусымыз, және мынандай уксусымыз, мынандай соңкен тұз, және қант керек болады. Қазір етімізді қуырып аламыз. Қазанға майды құйдым, майымыз ысыды. Енді жаңағы тауығымыздың етін салып, мен қуырамын. Қызарғанша қуырмаймыз, екі рет қуырамыз. Қазір кішкене қуырып сүзіп алам. Міне көп емес, бір 2 минуттай ғана мен қуырдым. Енді кішкене тұрсын, бұны екінші рет қайтадан қуырамыз. Қазір имбир, чеснок, жаңағы перецтерімізді қуырып дайындап аламыз. Енді қараңыздар. Майымыз ысыды табадағы. Чесногымызды қуырып аламыз. Сарымсақ. Имбирді де саламыз. Иісі керемет. Имбир денсаулыққа, жаңағы сарымсағымыз да имбир де денсаулыққа өте пайдалы. Сондықтан аз пісірген кезде көбірек қолданған дұрыс болады. Мұнда қызыл перец емес, полугорки
жаңағы жасыл перцті турап жіберуге болады. Сонда түрі жаңағы тауығымызбен араластырғанда әдемі болып шыға келеді. Менде қазір үйде не бар, мен сонымен пісіріп жатырмын. Қатты қуырмаймыз. Жартылай жұмсағанша ғана қуырамыз. Мен қайтадан екінші рет қуырам. Астын басып қойдым. Етім қуырылып жатқан кезде бір ас қасықпен сойлы соус, бір ас қасық уксусымызды және 2 ас қасық суымызды құям. Және ас толтырмай 2 ас қасық толтырмай салдым. Қан және мынандай чай қасықпен, одан да азайтайын. Мен қараңыздар. Тұз, енді дәмін көресіздер тағына. Тауығымыз қуырылып жатыр. Енді дайындап қойған мына жаңа соусымызды құямыз. Тауығымыздың етін табаға саламыз. Міне қараңыздар. 1 минуттай ма, 1 минут емес, содан азырақ ұстаймын енді. Тамағымыз дайын болды. Біздің жаңа тауығымыздан дайындаған тәтті қышқыл соусында пісірген тауығымыз енді дайын тұр. Оған жалпы күріш пісіретін адамымызға пісіріп алуға болады. Соның жанына, тауықтың етінің жанына салуға болады күрішті. Енді кейде балалардың күріште жегісі келмейтін кезде мен духовкаға картошканы пісірем. Қазір көрсетейін. Өте жіңішке де емес, өте жуан да емес.
Енді қараңыздар, мен кішкене сумай құйып жүремін осы картошкама. Және тұз. Енді тұзды мөлшерлеп саласыздар, қанша картошка алсаңыздар, соған байланысты. Қызыл бұрыш, қара бұрыш, немесе жаңағы неше түрлі дәмдемелерді де салып жіберуге болады. Бірақ мен бүгін ашты дайындамаймын, сондықтан қараңыздар, енді қызып тұрған духовкаға салып пісірем. Картошкамыз пісті духовкада. Міне қараңыздар, жаңағы қышқыл тәтті соуста піскен тауығымызбен мына духовкада піскен картошканың жанына қойып, мен мынандай тәтті тағам әзір болды. Сіздер де пісіріңіздер, бірге болыңыздар.